Құрметті көрермендер, менің YouTube арнама түсіп жатқан сұрақтарға осындай видео форматта жауап берсем деген жоспар болып тұр. Соған байланысты қазір осы формат ұнап жатса пікір қалдырыңыздар, осылай жауап беретін боламын сұрақтарға. Бүгін келіп түскен сұрақ: ассалаумағалейкум, арам шөптерден қалай құтылуға болады? Greenbelt деген заказ беріп едім, басқа жеміс ағаштарым зиян тиіп кетпей ма дейді. Greenbelt деген ол компания, түрлі препараттарды шығаратын, оның ішінде зиянкестерге қарсылар да бар, құрт құмырсқаға деген сияқты, сосын арам шөптерді өлтіруге де бар, сосын аурулармен күресуге де бар. Соның ішінде прополол деген қателеспесем препараты бар, осы Greenbelt'кі. Соны алған болсаңыз керек деп ойлаймын. Оның құрамында дикамба деген әсер етуші заты бар. Дикамба деген әсер етуші заты көбінесе бұл астық дақылдарында қолданатын құрамында дикамбасы бар препараттар. Астық бидай болсын, арпа болсын, сол жерде қолданады. Олар бидай мен арпаның арасындағы қос жарнақты арам шөптерді өлтіреді. Яғни жусан болсын, шырмауық болсын, тағандайлар алабота болсын, жаңағы ошаған болсын, жаңағы неше түрлі арам шөптер бар ғой, қос жарнақты жапырақтар жалпақ мынандай астық дақылдарына ұқсайтын арам шөптерді айтып тұрған жоқпын. Оларға тиіспейді, оларға зиян жоқ, бидай арпаға зиян жоқ. Басқаларды жапырағы жалпақ арам шөптерді өлтіреді. Бірақ жапырағы мысалы сәмек болсын, құмай болсын, қамыс болсын, ажырық болсын, ондай арам шөптерді өлтіре алмайды. Тек қана жапырағы жалпақтарды өлтіреді. Сол үшін жапырақтар жалпақтың ішінде, ол өсімдіктердің ішінде тек қана арам шөптер емес, сіздің жүзіміңіз болсын, қызанағыңыз болсын, қиярыңыз болсын, бұрышыңыз болсын, қауын, қарбыз, оның бәр жапырақтары жалпақ қой. Ағаштарыңызда жапырақтары жалпақ деген сияқты. Олар қос жарнақты болып саналады. Сол үшін олардың бәріне ол зиян болады. Егер сіз газонға шашсаңыз, газоныңызды өлтірмейді да, оның арасында өсіп тұрған жапырағы жалпақ арам шөптерді ғана өлтіреді. Бірақ сіздің газоныңыздың ішіне ажырық өсіп кететін болса, онда ажырықты өлтіре алмайды. Немесе газоныңыздың ішіне қамыс өскен болатын болса, қамысты өлтіре алмайды. Сол сияқты ол жапырағы жалпақ арам шөптерді ғана өлтіреді. Және сол сияқты басқа да пайдалы көкөністеріңізде, пайдалы жемістеріңізге де өлтіреді. Егер жапырағына шашсаңыз, егер бірақ ағашыңыздың жан жағына шашсаңыз, сабағына тисе ештеңе етпейді. Мүмкін болса тигізбеген абзал, бірақ негізгі оның кіретін жолы жапырақ арқылы. Жапырағына тигізбей шашсаңыз, ол сіздің ағашыңызға ешқандай зияны жоқ болады негізі. Қысқасы осы.